Сәлем, сіздермен бірге биоакадемия және Айнұр. Бұл сабақта HTML элементтерінің синтаксистері туралы өтетін боламыз. Алдымен HTML папкамыздағы индекс HTML салған текст арқылы ашады. Сақтаймыз және тексеріп көрейік. Мұнда HR тегі көлденең сызғызады және PR тегі бар. Мұнда көрейік. HR көлденең PR PR'ымыз қатардың аяқтауын келесі жолы жазады. Мұнда түсініксіз тұр, сол үшін түсініктіре болу үшін копировать етіп және сақтаймыз, тексереміз. HR да PR'ымыз бар. Бір жол тастап кетті. Ары қарай әрбір HTML элементтің атрибуты болады. Мысалы, бұл тип сілтеме. Бұл жердегі ашып сілтеменің атрибуты болып табылады. Атрибуттар әр түрлі болады. Олар параграфта немесе ол жайлы келесі сабақта айтатын боламыз. Қазір қарай кірістірілген HTML элементтерін айтамыз. Көріп тұрғандарыңыздай HTML және оның ішінің head және бодиден тұрады. Бодидің ішінде P, яғни параграф. Бұл параграфы кез келген басқа элементтер кірістіруге болады. Ол сурет болсын, немесе ссылка болсын, яғни сілтеме және тағы басқа. Яғни біз бір HTML элементке басқасын кірістіруге болады. Мысалы, сілтемеге егер осынаға сілтемемізге мұндағы суретті басатын болсақ, мұнда тұрған сілтемеміз ашылатын болады. Image source атрибутымен ашылу және мазмұнынан және жабылу тегінен болады.
жабылуын жазбасақ, онда бұл сол қалпында тұрады. Бірақ бұның автоматты түрде жабылуын жол бермейік. Себебі біздің HTML документімізге қателіктер кетуі